Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарыштағы ас мәзірі. Бүгін сіздермен ғарыштағы ас мәзірі туралы айтатын боламыз, және де сұрау мағынадағы сөздерді қолданып үйренеміз. Ребята, тема сегодняшнего урока – меню в космосе. Сегодня узнаем, какое же меню в космосе, а также повторим вопросительные слова. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: ас мәзірі меню, сықпа тюбик, кептірілген сушеный, іздеу искать, ауыр тяжелый. Қайталаймыз: ас мәзірі, сықпа, кептірілген, іздеу, ауыр. Жақсы. Оқушылар, бүгін біз сіздермен ғарышкерлер қандай тағам қолданады, ғарыштағы ас мәзірі несімен ерекшеленеді, және де қандай тағамдар ғарышта жейді екенін білетін боламыз. Ол үшін сіздермен 4-ші тапсырмадағы мәтінді оқимыз. Ал мәтінді бірге оқиық. Ғарышта ғарышкерлер түрлі ас мәзірін пайдалана алады. Олардың тағамдары арнайы сықпада болады. Бұл сықпалардың ішінде жеміс кеселдері, сүтті кофе, борщ, саңырауқұлақ сорпасы, түрлі ботқа, тауық еті болады. Ғарышкерлерге сықпадағы тағамдарды алып жүру, қолдану өте ыңғайлы. Сықпадағы тағамның дәмі өзгермейді, оның тек салмағы азаяды. Алғашында ғарышкерлер үшін кептірілген тағамдар дайындалған. Алайда олар үнемі үгітіліп кететін. Сондықтан ғалымдар арнайы сықпаларды ойлап тапқан. Самостоятельно прочитайте текст. Ознакомьтесь с переводом. И попробуйте ответить на вопросы. Мәтінде неше сөйлем бар? Мәтінде 9 сөйлем бар. То есть в тексте есть 9 предложений. Сөйлемнің соңында неліктен нүкте қойылған? Почему после предложения, в конце предложения ставится точка? Өйткені жай хабарлай айтылған сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Вы знаете, да, что после повествовательных предложений обычно ставится точка. Жақсы, енді келесі бізде ереже, назар аударайық. Ребята, так как я говорила ранее, мы сегодня будем повторять вопросительные слова. Вы знаете, что кім – это кто, не что, қандай, какой, қайда, куда, либо где. Қашан, когда, қанша, сколько, не істейді, что делает, неге. Это значит зачем, либо почему. Не себепті, по какой причине, неліктен, почему. Используя эти вопросительные слова, можно составить такие вопросительные предложения. Ознакомьтесь. Дальше у нас идут частицы бабе, маме и папе. Эти частицы могут образовать вопросительное предложение. То есть это вопросительные частицы. Например, сен ғарышқа ұшасың ба? То есть полетишь ли ты в космос? То есть частица ба образует вопрос. Сен ғарыш туралы көп білесің бе? Ғарышта ауа бар ма? Скафандр жеңіл ме? Бұл сықпадағы тосап па? Ғарыш кемесін айлаққа әкеліп пе? Таким образом можно образовать вопросительные предложения. Первое – это с помощью вопросительных слов. Второе – с помощью вопросительных частиц маме, бабе, папе. Дальше тогда давайте выполним 5-й тапсырма. Мәтін бойынша сұрақ құрастырып жаз. Мы с вами прочитали текст ранее. Вам нужно по тексту теперь письменно составить вопросы. Мысалы, ғарышқа қандай тағамдар алуға болады? То есть здесь использовалось вопросительное слово «қандай». То есть какой? Какие блюда можно брать в космос?
Таким образом, вы можете составлять вопросительные предложения, записать его в тетради и отправить своему учителю. Ал үй жұмысы жаңа сөздерді жаттау. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.